Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Сіз таңертең ұйқыдан тұрған бойда не істейсіз? Телефон қарап жатасыз ба, әлде бірден тұрып асығыс жуынасыз ба? Бірақ сіз білсеңіз, бір ғана таңғы әдет сіздің өміріңізді түбегейлі өзгерте алады. Бұл жай ғана мотивация емес, бұл ғылыми дәлелденген факт. Бүгін мен сізге дәл сол бір әдет туралы айтып беремін. Қарапайым, бірақ өте күшті. Адамның миы мен энергиясы таңғы уақытта ең таза, ең сергек күйде болады. Таңертең қабылданған шешімдер күні бойы сіздің бағыт бағдарыңызды анықтайды. Сол себепті табысты адамдар таңғы 1 сағатты ең маңызды кезең деп санайды. Егер сіз сол алтын сағатты дұрыс пайдалансаңыз, өзіңізді тіпті тағдырыңызды да өзгертесіз. Бірақ ол үшін бір әдетті енгізсеңіз жеткілікті. Бұл әдет таңертең 10 минут уақытыңызды өзіңізге арнау. Яғни күнді басқалар үшін емес, алдымен өзіңіз үшін бастау. Ол қалай болмақ? Телефонда емес, өзіңіздің ішкі әлеміңізді жүктеу. Ол 10 минутта не істеу қажет? Бірнеше әдіс бар, сізге ұнайтынын таңдасаңыз болады. Бірінші әдіс – жазу арқылы сана тазарту. Оянған соң бірден дәптер алып, бір бетке ішіңіздегіні жазыңыз. Мақсаты дұрыс жазу емес, ішкі шындықты шығару. Қандай ойлар мазалап тұр? Не сезіп жатырсыз? Не армандайсыз? Жазу санадағы уайымды сыртқа шығарудың ең жақсы жолы. Ғалымдар дәлелдеген, таңертең жазған 5 минут ми белсенділігін 2 есе арттырады. Сана тазарады, энергия артады, көңіл күйі жақсарады. Екінші әдіс – тыныс алу және медитация. Күніне 5 минут тыныс алуға зейін қойып отырсаңыз, миыңыз уайым мен күйзелістен босайды. Тыныш жерде отырып, 4 секунд дем алып, 4 секунд ұстап, 4 секунд дем шығарыңыз. Осы жаттығуды 5-7 минут қайталау жүйке жүйесін тыныштандырады. Сіз әлде қайда сабырлы, жинақы боласыз. Бұл күні бойы эмоцияны бақылауда ұстауға көмектесетін керемет әдет. Ал үшінші әдіс – мақсат жазу және визуализация. Таңертең армандарыңызды немесе мақсаттарыңызды жазыңыз. Көзіңізді жұмып, сол арман орындалған сәтті елестетіңіз. Бұл сіздің ішкі мотивацияңызды оятады. Жүйке жүйесі мен сана шындық пен елесті ажырата алмайды. Сол себепті визуализация арқылы сіз миды жаңа бағытқа бағдарлайсыз. Сол кезде таңның энергиясы сіздің арманыңызбен үндеседі. Бұл неге жұмыс істейді? Себебі біз көп жағдайда автоматты түрде өмір сүреміз. Оянған бойда телефон қарап, әлеуметтік желіге кіріп кетеміз. Басқа адамдардың өмірін көріп, өзімізді салыстырамыз. Осылайша күні бойы өзіміз емес, сыртқы факторлар басқарады. Ал таңды өзіңіз үшін бастағанда, сіз өз өміріңіздің иесі боласыз. Саналы шешім қабылдап бастайсыз және тұрақтылық қалыптасады. Құрметті көрермен, таңертең 10 минут уақытыңызды өзіңізге арнау, қысқа мерзімде әдетке айналса, ұзақ мерзімде тағдырыңызды өзгертеді. Бұл әдет сізге мына нәрселерді береді: ол ішкі тыныштық, жауапкершілік, мақсатқа бағыт және энергия мен шабыт. Ертеңгі таңда осыны жасап көріңіз. Жай ғана өзіңізбен бірге тынышталып, 10 минут өзіңізге сыйлаңыз. Сонда сіздің жаңа өміріңіз басталады. Видео ұнаса, пікірге бастаймын деп жазыңыз. Арнаға жазылып, өз дамуыңызды бірге жалғастырайық. Келесі кездескенше.